90% сендім, 99% сендім деген нәрсе жүрмейді. 100% сену ғана болады. 100% сену ғана болады. Енді бұл ақида енді пайғамбар салам заманында бұл негізі бір сала ретінде қалыптаспаған. Жалпы Құранда келген нәрсе, хадистерде келген нәрсе барлығы бекітіліп қойған. Бірақ уақыт өте келе ең бірінші бұл ақида жайында, наным сенім жайында жазған ол имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи. Ең бірінші ақида жайында жазған кітап, автор, ғалым ол кісі Абу Ханифа. Абу Ханифа рахматуллахи алейхидің 5 кітабы болады. Сол 5-еуі де осы наным сенімге арналған. Негізі біз Абу Ханифаны қай тұрғыдан, қай саладан танимыз? Фиқх саласынан танимыз. Барлығымыздың білетініміз фиқх саласынан. Ғұламалардың көпшілігі Абу Ханифаны фиқх саласынан өте мықты екенін мойындайды. Имам Шафиғи не деді? Бүкіл ғұламалар, бүкіл адамзат Абу Ханифаға фиқхта мұқтаж деді. Фиқхта оған мұқтаж деді. Біз бәріміз Абу Ханифаны фиқхта танимыз. Мысалы, имам Ахмад кім дегенде, біз бәріміз оның мұхаддис екенін де танимыз, хадис саласын танимыз. Ал енді бірақ Абу Ханифадан фиқх жайында жазылған кітаптар жете бермеген. Хадистер жеткен, Абу Ханифаның муснадтары бар, бірақ өзі жазып не қылмаған. Ал Абу Ханифаның өзі жазған, таза өзі жазып қалдырған 5 кітабы бар. Бұның 5-еуі де осы наным сенімге арналған кітаптар. Олар қандай кітаптар? Біріншісі ол Әл-Алим уәл-Мутаалим деген кітапша. 5-еуі де кішкентай кітаптар. Біріншісі Әл-Алим уәл-Мутаалим, яғни ғалым және шәкірт деген кітап. Бұл кітапта наным сенім жайында келтіреді. Бұл да диалог ретінде келтіреді. Шәкірт сұрайды, ғалым жауап береді. Яғни Абу Ханифаның шәкірті сұрайды, Абу Ханифа оған жауап береді. Осылай диалогты кітап ретінде түсірген. Осы бізге кітап ретінде қалып қалған. Бұл енді Абу Муқатил Хафс бин Сәләм әл-Самарқанди деген кісі имам Абу Ханифадан осы кітапты жеткізеді. Екінші кітабы бар, ол Рисала. Рисала дегеніміз, яғни былай айтқанда хат десек те болады. Абу Ханифаның Усман Батти деген кісі, яғни Басраның үлкен ғалымдарының бірі Усман Батти деген кісі болады. Сол кісіге хат жазады. Рисала деген кітап. Үшіншісі ол Әл-Фиқхул Акбар деген кітабы. Біз иншалла өтейін деп жатқан кітабымыз Әл-Фиқхул Акбар деген кітабы. Бұл имам Абу Ханифаның баласы арқылы жетеді бізге. Имам Абу Ханифаның ұстазы болған Хаммад деген ұстазы болған. Сол Хаммад деген ұстазының құрметіне өзінің баласының атында Хаммад деп қояды. Сол Хаммад бин Абу Ханифадан жеткен кітабы бізге осы Фиқхул Акбар кітабы. Тағы бір кітап бар, ол Уасия. Уасия біз алдында өтіп жүрдік. Бұл Абу Ханифаның өсиеттері, 12 өсиеті бар. Сол кітаптың басына дейді, кімде-кім осы 12 өсиетті жаттап алатын болса, онда ол адасқан топтың арасынан болмайды дейді. Керісінше ол құтылатын топтың арасынан болады дейді. Яғни Әхлі сүннаның маңызды 12 мәселесін тізіп жазып кетеді. Осы 12 мәселе арқылы біз кімнің адасқан, кімнің адаспаған екенін біле аламыз. Енді ол Уасиядан кейін соңғы кітап бұл. Оны да Фиқхул Акбар деп атайды, немесе Фиқхул Абсат деп те атайды. Екі атауында бар. Бұл Абу Мутай Әл-Балхи деген ғалымнан жеткен кітап. Бұл да наным сенім арқылы жазылған кітаптар. Міне осы 5 кітабы, Абу Ханифаның 5 кітабы бар. Ең бірінші ақида жайында жазған кітаптар, бірінші ақида жайында кітап жазған кісі осы имам Абу Ханифа. Одан кейін бар кісілер келеді, яғни имам Тахауи келеді, имам Ашари келеді, имам Матуриди келеді. Осылай ақида пәні бір жеке сала ретінде қалыптасып кетеді. Соның бірі имам Абу Мансур Әл-Матуриди радаллаху анху рахматуллахи алейхи. Сол кісі осы кітаптарға негізделе отырып өзінің кітабын жазады. Бізге қазір айтады ғой, Абу Ханифа сен ханафисің бе әлде матуридисің бе деген. Бұл дұрыс емес оған. Дұрыс емес сұрақ тіпті. Сұрақтың өзінің төркіні дұрыс емес. Неге? Өйткені имам Матуриди осы Абу Ханифаның 5 кітабына негізделе отырып өзінің кітабын жазады. Имам Тахауи секілді. Біз айтпаймыз ғой, сен Тахауисің бе, ханафисің бе деп. Неге айтпаймыз? Себебі имам Тахауи өзінің кітабын Абу Ханифаның 5 кітабына негіздеп отырып жазады. Кітаптың басына не дейді? Имам Тахауи Баяну атиқади ахли суннати вал джамаати аля мадхаби фуқахаи миллати Аби Ханифата ва Аби Юсуф ва Мухаммад ибн Хасан радаллаху анху. Бұл Әхлі суннаның наным сенімін баяндау деп келтіреді. Наным сенімін баяндау. Қалай баяндау? Аля мадхаби фуқахаи миллати. Бұл миллеттің, бұл үмметтің жаңағыдай имамы, фақиһы,
ғалымы Абу Ханифа және оның екі шәкірті Абу Юсуф пен Мұхаммадтың пікірлеріне негізделген деп келтіреді. Сондықтан да біз оларға сұрақ қоймаймыз, сен тахауисің ба, ханафисің ба деген сұрақ қоймаймыз. Неге? Өйткені имам Тахауи өзінің ақида Тахауи кітабын сол имам Абу Ханифа 5 кітабына негіздеп жазады. Имам Матуридиді дәл сол секілді 5 кітапқа негізделе отырып жазады. Сол сұрақ қойған кісілердің барлығынан сұрайтын болсақ, Абу Ханифа мен Ханафи мазхабымен, яғни Ханафидің ақидасы мен Матуридидің ақидасының айырмашылығы бар ма десек, біреуі соған жауап бере алмайды. Біреуі соған жауап бере алмайды. Матуриди мен Ханафилердің қандай айырмашылығы бар? Ешқандай бұған жауап келмеген. Жалпы енді әрқайсысына тоқталатын болсақ, енді бұл Әл-Алим Әл-Муталим деген кітабы бар, жаңағыда Фиқул Акбар бар, Фиқул Абсат бар, Уасия бар. Бұл кітаптардың әрқайсысы бір жеке дара кітап болып табылады. Енді сол кітаптарды жеткізген ғұламалар бар. Мысалы, жаңағыда Әл-Алим Әл-Муталим кітабын кім жеткізді? Абу Муқатил деген кісі жеткізеді. Енді әр кезде, әр заманда сондай адамдар өмір сүрген, әрдайым ғұламалардың атынан сөз айтып, ол кісілер жайлы жаман айтып, былай айтқанда критиктер болған. Әр заманның өзінің критиктері болған. Сол секілді Абу Муқатил жайында да көп адамдар критик айтады. Ол адасқан адам, ол жағдай әхлі рай, өзінің дінді өзінің ақылымен, ойымен түсінетін адам, немесе мурджия болған деп келтіреді. Мурджия дегеніміз сен Аллаға иман келтірсең болды, ля иляха илlallah деп айтсаң болды, басқа амалдар маңызды емес деген топтар. Бізде қазақта айтады ғой, жүрегім таза болды, боса болды деген. Бұл мурджия деген топ. Енді олардың бір өздерінің мазхабы бар. Сол Абу Муқатилді мурджия деп те атаған. Бұл Абу Ханифаны да сөйтіп атаған. Кей кісілер тіпті Абу Муқатилді жаңағыдай Жахмия деп те атаған. Осы секілді сөздер көп болған, бірақ бұның барлығы негізі өтірік, ешқандай несі жоқ. Олардың сүйенетін нәрсесі жоқ. Бір сөзге сүйеніп, бұның мысалы Абу Муқатил өтірік айтты, мына жерде дұрыс емес айтты деген ешқандай дұрыс хабар жоқ. Тек қана өсек қана. Соны имам Зайд аль-Каусери сол кітабында келтіреді. Керісінше, олардың өздері өтірікшілер, олар жала жабушылар дейді. Жала жабушылар. Дәл сол секілді Фиқул Абсат деген кітабы бар. Фиқул Абсат деген кітабы бар. Әлгі біз көп естиміз ғой, Абу Ханифа Алла аспанда деп айтты деген. Сөйтіп, сәләфилер не дейді? Фиқул Акбар кітабында келтірді дейді. Негізі сол Фиқул Акбар, Фиқул Абсат кітабында келтірілген. Бірақ бұл жерде дұрыс келтірмегенде, сәләфилер дұрыс келтірмеген. Себебі сол Фиқул Абсаттың өзінде Абу Ханифадан сұрайды. Абу Ханифа өзі жазады. Алла қайда деген сұраққа келетін болсақ, Алла мекенсіз дейді. Алла мекенді жаратпастан бұрында, қайда деген сөз болмастан бұрында Алла болды дейді. Қайда деген сөздің өзі болмастан бұрын Алла болды дейді. Сол кітаптың өзінде. Сонда сәләфилер ішіндегі бір сөзін қиып алып жеткізіп жатыр. Екіншіден, сәләфилер бұл кітапты түптен қабылдамауда дейсіз. Неге? Олар бізге сол кітапты алып келеді, бірақ бұл кітаптың өзін негізі олар өздері қабылдамау керек. Неге? Өйткені бұлар Абу Мута аль-Балхиді ғалым деп есептемейді. Біз үшін бұл өте үлкен ғалым, және біз үшін бұл кітап, Фиқул Абсат кітабы, маңызды кітаптардың бірі, Абу Ханифаның жеке кітаптарының бірі. Бірақ сәләфилер осының ішінен бір сөз алып келеді, бірақ дұрыс емес алып келеді. Екіншіден, бұл кітапты өздері қабылдамауы да тиісті. Неге? Өйткені Абу Мута аль-Балхиді олар ғалым емес деп мойындайды. Абу Мута аль-Балхи ол жаңағыдай мұхаддис емес, ол жаңағыдай памяти әлсіз болған деген сондай түрлі сөздер айтады. Бірақ Абу Мута аль-Балхи деген кім деген зерттейтін болсақ, Абу Мута аль-Балхи оның Абу Ханифа секілді немесе Бухари секілді зейіні өте мықты болмаған, оны мойындаймыз. Бірақ ол болмағаны оның ғалымдық дәрежесіне түсіріп тастау емес. Себебі ғұламалардың арасында көптеген ғалымдар болған, өте көптеген, тіпті Бухаридің шейхтары болған, үлкен мұхаддистер болған, олардың да зейіндері әлсіздеу болған ғалымдар болған. Бірақ әхлі суннаның тарапынан. Екіншіден, имам Захаби кітабында келтіреді, Сияр ал-А'лам ан-Нубалада, «Кана ибн Мубарак ю'аззиму ва юбajjiluhu li dinihi wa ilmihi wa tafaqqa bihi ahlul tilka diyar». Ибн Мубарак дейді, Абдулла ибн Мубарак, яғни бұл Бухаридің шейхі, Муслимнің шейхі, Абу Ханифаның шәкірті. Бұл кісі
Абу Мута әл-Балхиді өте қатты құрметтейтін, өте қатты ұлықтайтын. Не себебінен? Өйткені оның діндарлығынан, оның біліміне қатты құрмет көрсететін дейді. Және де сол өмір сүрген жердің тұрғындарының барлығы сол Абу Мута әл-Балхидің қолында көбісі білім алған жаңағы фақих болған деп келтіреді. وَكَانَ بَصِيرًا بِالرَّأْيِ عَلَّامَةً كَبِيرَ الشَّأْنِ. Бұл кісі дейді өте ақылды, зерек кісі болған дейді, және де өте үлкен ғалымдардың бірі болып табылған деп жаңа имам Захаби келтіреді. Ибн Хаджар айтады, ол кісіден Мұхаммад бин Мұқатил, Муса бин Наср деген кісілер бұл Абу Мутаядан риуаят етеді, және де ол екеуі де Абу Мутаяды өте қатты құрметтейді деп келтіреді. Былай айтқанда, әр заманның сондай бір нелер болады, критиктері болады. Солай жаңағыдай Абу Ханифаға да тіл тигізген, оның шәкірттеріне де осы Абу Ханифаның кітаптары, риуаят етілген кітаптарына да тіл тигізген, имам Матуридиға да, имам Ашариға да тіл тигізген адамдар болған. Бірақ алайда кітап қалды, сол кітаптың жолымен жүретін адамдар қалды. 1400 жылдан бері, 1300 жылдан бері осы мазхаб, осы жол қалды. Бір жолдың тура екенін білетін болса, қалай білеміз? Соның әуелден осы заманға дейін созылып тоқтамай келе жатқанынан білеміз. Ал адасқанын қаяқтан білеміз? 100 жыл болады, 200 жыл болады, жоқ болып кетеді. Көтеріледі, жоқ болып кетеді, көтеріледі, жоқ болып кетеді. Муътазилиттер деген болды. Абу Ханифаның кезінде тіпті билікке шықты. Имам Ахмадтың кезінде билікке шықты. Бірақ 100 жылдан кейін, 200 жылдан кейін жоқ болып кетті. Қазір муътазилит деген топ жоқ. Мүлдем жоқ. Мурджия деген топты, ол да жоқ қазір. Тек олардың кей наным сенімдері қалып қалған, кей пікірлері қалып қалған. Муътазилиттердің де кей пікірлері қалып қалған. Алауиттер болған, алауиттер қазір де бар. Бірақ солай адасушы топтардың кейде бір күші болып, бірақ кейде жоқ болып кетеді. Бірақ әхлі сүнна уал жамааттың, біздің тура жолдың наным сенімі болсын, ұстанған жолы болсын, қалай қалыптасты, қазіргі уақытқа дейін солай жалғасып келе жатыр. Қазіргі уақытқа дейін солай жалғасып келе жатыр. Иншалла біздің бастайтын кітабымыз осы Фиқхул Акбар кітабы. Фиқхул Акбар кітабы бұл. Енді Абу Ханифаның ең көп тараған кітаптарының бірі осы Фиқхул Акбар, және де оның Уасия кітабы. Қалған 3 кітабы жазылғанмен де ол кітаптар мынау 2 кітап сияқты қатты емес, белгілі емес. Бұл Абу Ханифаның ең көп тараған халықтың арасында, ғұламалардың арасында тараған осы 2 кітап, бірі Уасиясы, жаңа 12 өсиеті, және де Фиқхул Акбар кітабы. Бұл Фиқхул Акбар кітабына пікір жазып, шарх түсіндірме жазған ғұламалар да көп болған. Соның бірі Мулла Али Қари, соның бірі имам Абу Лайс Самарқанди жазған, және де басқа да ғұламалар осы Фиқхул Акбарға кітап жазып кеткен. Алла қаласа, иншалла келесі сабақтан бастап бірінші дәрісіміз басталады. Бүгін енді бұл кіріспе ретінде.